Бейісқұл әдеттегідей төменгі қабаттан естілген әуенге елең ете қалды. Жиған тергенін, тапқан таянғанын арқалап, осыдан 3 ай бұрын несиеге алған пәтеріне ту ауылдан көшіп келген еді. Қалаға қоныс тепкелі төменгі қабаттағы көршісінің үйінен естілетін әуенге кәдімгідей елеңдейтін болды. Алғашында тым-тырыс, ың-шыңсыз жататын қыстауын аңсап, бұл жақтың адамдары бейберекетсіз шулайды екен деп жақтырмай жүрген еді. Ал қазір бұлақтай мөлдір, мақтадай жұмсақ үнге құлағының еті үйрене бастады. Күнде кешкісін жанын рақат сезімге бөлейтін сазды әндер мен күмбірлеген күйлерді тыңдаған сайын көңілі көкке өсіп қалады. Бесікке құндақтаған сәбидей көңілін әлдилей жөнелетін сиқырлы үнді тыңдаған сәтте жұмбақ жанға айналған көршісін көруге ынтығатта тұрады. Апырай, халықтың ертедегі әндерін, күйлерін жалықпай тыңдайтын көршімізді бір көрмедік-ау. Танысып, білісіп дегендей төбемізді де көрсетпедік. Баяғыда ауылға 6 жасар бала келсе, сақалы сапсиған аталарымыз сәлем береді деуші еді. Бүгінде сол қазақылықтан да қалып барамыз деп қойды. Бейісқұл оқта-текте ішкі ойын әйелімнен жасыра алмай. Құдайдың жоғын айтпай, тыныш отыршы қиял инеме. Жетпегені сол еді. Осында келгелі есікке емге тыным жоқ. Кіріп шығып тапан жатқан пайдасыз ағайының аздай, енді қақпас қатын қалды ма деп білезік еденді аяғымен қаттырақ теуіп жіберді. Қойсаңшы, төбесіндегі шамығылар ұят қайда сақалды басыңмен. Ыңғайсыз болды-ау деп Бейісқұл күмілжісе қалды. Несі ыңғайсыз? Біз емес, қайда ол ұялсын. Ертеңмен кеткеннен шаршап шалдығып, зорығып бірақ ораламын. Тым болмаса өз үйінде құлағыңа тыныштық болсаңшы. Азынатып зарлатып қояды қайдағы жоқ бәлені. Саңырау ма білмеймін, дауысын емге баспайды. Жағын қарысқырды, өшір деп тап қазір есігін бір тебейін бе? Осы қақпастың текке қажеті жоқ әндерді мезі қылды ғой әбден, деді. Қой, есің дұрыс па? Не айтып кеттің өзің? Көршілерге тиіспей жайыңа жүр. Түгел ауылмен шығысып болып, енді 95 пәтердің тас талқаны шығарма қойың бар ма? Сенің бір ауыз қатты сөзіңді көтермейді бұл жақтағылар деп Бейісқұл әйеліне кейеді. Байы жоқ бойда қатынды жақтауын қарай көр, өңің түтігіп, түрің бұзылып кетті әп-сәтте. Сол үйден дыбыс шықса меңіреу адамдай мең-зең үйге түсесің. Алжыған қатын көрмедің бе? Кісіге тіке қарамайтын, бетін орамалмен бүркеген біреу. Өткенде қоқыс төгейін деп өтіп бара жатып, қарсы кездесіп қалып едім, жүзін жасырып көрсетпей қойды. Оның ауыр сауын кім білген? Осы жұртқа күлуіңді қашан қоясың сен? Деді Бейісқұл. Қайта ол бізге күлетін шығар. Сол жүргенде бізден бай, бізден тәуір. Неше көрсем де күлтеленіп көйлектің түр-түрін киіп, таксиге мініп, таксиден түсіп жатады. Аяғы ақсаңдағанымен өзі бір әлем тапарлық, әлде қандай. Ақшасын қайда жұмсарын білмейтін білем. Безілді үйдің алдынан шықпайтын көк таксиді жекеменшік қылып алған. Айтыс-тартыс десе жаны жай табатын әйелімен сөз таластырғысы келмеген Бейісқұл бұдан әрі сыр бермеуге тырысты. Ән жырға, өнерге құмар көршісін ойлай түсті. Осы баспана басына бұйырғалы жүрегін алабұртқан сезім билейтін болған. Аласапыран күй кешетін шығарған. Тіпті кейде ащы тілін тыққылап қоятын білезіктен безіп төменгі қабаттағы 8-ші пәтерге зып етіп кіріп барғысы келеді. Есінен бір сәтке де шықпай жүрген жұмбақ жанның қасында жайғасып, сұлу да сырлы сазды мауқын басқанша тыңдағысы келеді. Күйбең тірліктің тауқыметін бір уақ ұмытып, тәтті күй мен әсем ән арқылы тынысын кеңітіп, боқ дүниені қуып жүргенде бітеліп қалған тас соқыр кеудесін айқара ашқысы келеді. Жан сарайын тазартып, рухани өмірге армансыз байығысы келеді. Ол үшін көзіне бейсауыт көрінбейтін, бір көруге зар қылған көрші келіншекпен тілдесу керек, сөйлесу керек. Күйеуінің көршісіне сырттай ғашық болып, көңілі құлап жүргенін білезік қайдан білсін. Бүгінде естияр болған бір ұл мен бір қызды туып, Бейісқұлды айқайымен уысында ұстағанына мәз. Хит етсе шытынап шыға келетін, арпылдап бетінен алатын әйелі қораның есігін күзеткен қабаған ит секілді. Анау бейтаныс жанмен әйелінің ішкі түйсігі сана сезімі мүлдем бөлек. Білезіктің әуелден мінезі шорт, тікбақай, салт дәстүрмен ырым атаулыға қас. Әйел болып жуан мойнына моншақ тағып, сыланып сылқыған емес. Бір жағынан күйеуінің қалтасын теспейтін бұл әдеті жақсау деп қояды.
Бірақ сүйкімсіз неме төбесіндегі бір тал шашын желкесінен жоғары қырғызып еркек шорадай шүртитіп жүргені. Қалқиған құлағына салп етіп сырға да тақпайтын болған. Сұлулықты ұнатпайды. Сөйте тұра күйеуін кім көргеннен өлердей қызғанады. Ештеңенің байыбына бармайтын білезігі алғаш қосылған уақытта Бейісқұлға талай қылжақты қылды. Алматыда 5 жыл ауыл шаруашылығы институтында бірге оқыған Мерхат деген досы бірде Бейісқұлға өзі өсірген апорт алмадан дәм таттырмақ оймен поселокқа жібермей ме? Ол кезде поштамен 4 бұрышты жәшік келсе, жұрттың бәрі елең ете қалатын. Иесі ағаш жәшіктің сыртынан аңқыған посылканы көтеріп үйге кірген Бейісқұлдың інілері ішін ашқанша асықсын. Тосыннан келген сый көршінің бала-шағасын түгел қуантқан. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Танауды жарған алмұрттың иісін сезіп, білезіктің түсі бұзылып кетті. Лезде арам ойлап үлгерді. Әлгі хат жазғыш қыз шығар, жағымпазданып алма жіберіп отырған деп Бейісқұлды жөн-жосықсыз қызғана жөнелді. Түу, Алматыдан қашып келсек те қыр соңымнан қалмайтын болды ғой қарабет. Бізді ұрыстырып айыру үшін осыны жорта жіберіп отыр деп байбалам салған. Жәшіктің қақпағын енді аша бергенде қолдан жұлып әкетіп, сыртындағы жазуды оқымастан қайқаңдап сыртқа тұра қашыпты. Көз алдына Бейісқұлмен кезінде сырлас дос болған талдырмаш қыз Камила келе қалды. Студент кезде алғашқы көктемде тау жақтың әсемше аруымен киноға барғыштап жүргенін, араларында қимастық сезім болғанын білезік жақсы білетін. Бірақ екеуін тағдыр қоспады. Байсалдылау келген Бейісқұлдың назарын ұстараның жүзінен өткен пысық білезік өзіне аударып әкеткен. Содан бері достарынан хабар ошар келсе, күйеуіне өкпелеп, студенттік кезді орынсыз еске алатын білезік өмірінің ағысы бөлек аққан жазықсыз Камиланы тағы да босқа жазғырды. Сол ашумен ыза кекпен тыныш таппай жәшікті көк шыбын үймелеген, жан жыпыр толған күл қоқыстың қақ ортасына апарып тастай салды. Бәлен күн жүріп, ірімей-шірімей жеткен қызыл алмұрттар сау етіп жерге түсіп, жан жаққа оқтай пытырлады. Алма кетті домалап, көше бойын аралап дегендей, алмұрттарға қызыға қараған балалардың аузынан сілекейі шұбырды. Сөйтіп, ақылсыз білезіктің кесірінен қап-қызыл алмалар боққа былғанып, рәсуа болған. Абалақ келінне не айтарын білмей, енесі көзін алартты. Кешкісін егістен шаршап шалдығып оралған Бейісқұл болған жайтты естіп келіншегіне кіжінген еді. Басының бағы қайтқан еркек екенін сонда сезіп, Камилаға үйленуім керек еді деп күйінген. Көп ұзамай Мерхаттан хат келді. Баяғы жіберген сәлемдемесінің хабарын білмек болған екен. Шындыққа көзі енді жеткен білезік кінәсін мойындаудың орнына жалтарып шыға келді. Студент кезінен байып кеткен Мерхат сені қайтсын, бәрін бүлдіріп жүрген анау Камила ғой. Тойымыз болған кезде сені қимай, асхананың терезесінен сығалап тұрып еді деп бет бақтырмай қойған. Әйелінің әуелден қызғаншақ, ашушаң, өргекірек мінезін 25 жыл отасқаннан бері біліп болған Бейісқұл бұл жолда үндемей құтылуға тырысты. Әйтпесе әлі танысып, біліспеген көршісіне барып шатақ шығаруы мүмкін. Мұның кесірінен жұмбақ жанды үркітіп алса қайтпек. Қит етсе жан-жағына елеңдей қарайды. Балконда тұрып темекісін будақтатқан сайын кеудесінен күйініш пен өкініштің түтінін шығарғандай күй кешетін. Жақсы болсын, жаман болсын, қасында көлеңкесіндей көлбеңдеп келіншегі жүргенде көзіне емге түспеген бейтаныс жанның бейнесін неге іздейтінін Бейісқұл түсінбей-ақ қойды. Әлде оның өнерге деген құштарлығына ғашық па? Қазіргінің жасы түгіл, жасамысы құлағын мүлдем түрмейтін, санадан сызылып бара жатқан терме жырға ынтық көршісін аңсайды. Оның іші де, сырты да көз қарықтырардай көркем шығар деп ойлайды. Көңіл сарай қардай аппақ қалқақтайдың өңі де шағаладай аппақ шығар деп қиялдайды. Әттең, дәл қазір көршім үйіне келе жатса ғой, балконнан міз бақпай қарап тұрған мені бір сәт көрсе ғой, мынау төменгі қабаттан қарғып түсіредім. Емге көзге көрінбейтін неткен адам өзі. Әлде өте сақ, оқпас құс па көзге көрінбейтін. Болмаса жарғанат па түнде ұшатын. Тым болмаса сенбі мен жексенбіде жылт етіп бір көрінсе қайтеді. Ол сонда кіммен сырласып, шерін кіммен тарқатады. Үйіне де кіріп шығып жатқан ешкім көрінбейді. Там-тырыс. Басқан ізіне құм төсеп жүрем әлде. Үнемі ән күй тыңдап тығылып үйінде отыра бере ме?
осылайша жұмбақ күйінде қала бере ме сонда? Ойы сан-саққа жүгірген Бейісқұл кенет аулаға зыр етіп тоқтай қалған таксиге елең етті. Жартылай кеудесімен еңкейіп төмен қарай бергенде көліктің тегершігі орнынан асығыс қозғалды. Тек жұқалау көйлектің желбіреген етегін ғана көзі шалып қалды. Білезіктің таксимен келіп таксимен жүреді дегені есіне түсті. Бір көруге зар қылған көршісін енді ғана кезіктіргендей көңілі көншіп қоя берді. Сәлден соң Бейісқұлдың ойын ынта-ықыласын сызылған сазды әуен баурап алды. Жүрек түкпірінде жатқан сары уайымыңды, мұң шеріңді сыртқа еріксіз шығарып, сай сүйегіңді сырқыратқан әуендер бұл жолы да толассыз шырқалды кеп. Түрік пен Қытайдың телехикаясынан көз жазбаған Білезікке мойнын да бұрмастан көршісіне ықыласы ауа түскен Бейісқұлдың. Біресе балконға шығып, біресе сыртқы есіктің аузына дейін жетіп барып, өз-өзімен мазасызданды. Сөйтіп түні бойы тыныштығын ұрлаған көршісін таңсәріден қарақшыдай күзетіп, балконда біраз тұрды. Бірақ та кеше кешкісін жылт еткен орта бойлы талдырмаш бейне бүгін көрінбеді. Ешкіммен ісі жоқ Мүгілсім өзін сыртынан аңдып жүрген Бейісқұлды қайдан білсін. Көзі тірісінде шешесі болмаңда кім тұрып, кім кетіп жатқанын баяндап отыратын. Анасы да мәңгілік сапарға тым асығыс аттанды. Шешесінен мұра боп қалған 2 бөлмелі пәтерде Мүгілсімнің өзі тұрады. 40-тың қырқасына шыққан қызға енді ешкімнің керегі жоқ. Ешкімді ойлап шөлдемейді, аңсамайды да. Әуелден әйел заты боп еркек кіндікке көз тіккен емес. Сезім дегенің оған сергелдің, махаббат дегенің көкте қалқып ұшатын, тықыр жерге емге қонбайтын әппақ құсқа ұқсайды. Туғаннан бір аяғын сылтып басатын, оның үстіне сол жақ бетін күйік шалған қыз көкте шарықтаған ақ сұңқарды қолына қайдан қондырсын? Оған сен тірі жансың ғой деп осы жасқа дейін ешкім тіс жарып сөз салып көрген емес. Ғашықтың ғаламатын айтып, жүрегін ұсынып, мұздай көңілін жібіткен емес. Ол тек айналасынан суықтықты ғана сезген. Жарты бетін түгел қызыл халы жапқан, қызыл шадай меңіне өткен кеткен тесіле қарап, таңданған сайын намыстан өртене жаздайтын. Көпшіліктің суықтау көздерінен жәбірленген. Содан шығар Мүгілсім ешкімге жүзін көрсетпеуге тырысады. Жұрттан тығылып, алшақ жүреді. Танысын танымасын мейлі, әркімнен бой тасалайды. Ол ес білген шағынан айнаға қарауға жасқанатын. Титтей қыз кезінен жарқыраған шарайнаға бойындағы бар мінін, сол жақ бетіндегі қызыл күрең халын, тіпті ұзынды қысқалық аяғын жасырмай тұрғандай көрінетін. Бой жетіп есейген шақта құр айнадан да қуыстанатын болды. Тіпті жыл санап толысып денелері пісіп жетіліп, қар көлінде құлпырып өскен құрбыларын көрген кезде ызадан қаны қайнайтын. Ондайда өшін кімнен аларын білмей, қабырғада ілулі тұрған үйдегі айна біткеннің бәрін шынтағымен бір ұрып, быт-шытын шығарып сындыратын. Сол мезетте ерінен ерте айырылған жесір шешесі шырпыр болатын. Жаратқан табиғаттың бұған дегенде тым сараңдығынан алып, қолдан келер қайран жоғын айтып, ақ ұратын. Сөйтіп жүргенде бой жетіп, бұрыштан бұрышқа тығылған қызының келешегін күйттеп қалаға қарай көшті. Заманның кеңшілік уақытында бір баспанаға қолы тиген. Бала күннен сазды әуен Мүгілсімнің сырласына адал досына айналды. Жанының жарасын музыкаға емдеді. Тәтті күй мен әсем әуенді бір сәт тыңдамаса тамағынан аста өтпейтін. Жас кезінде кәсіптік училищеден оқып, үйренген іс тігу, кесте тоқу, көйлек пішу секілді ұсақ түйек жұмыспен ғана бүгінде торғайдай тесік тамағын асырап отыр. Мүгедектігіне алатын аз-мұз зейнетақысына бұл да болса көмек. Күнде ертеңмен сағат 10-ның шамасында жұмысына барады. Кең залдың бір бұрышында тұрған, баяғыдан емденіп алған іс тігетін мәшинесіне отыратын. Өзіндей тағдыр тәлкегіне ұшыраған, бірінің аяғы ақсақ, бірінің тілі мүкіс, қыз-келіншектермен бірге көк желкесінен берген күйі цех басшысы тапсырған жұмысты мұқият әрі тез орындап жатады. Көйлек пен башылаттың тігетінін тігіп, сөгетінін сөгеді. Үзілісте елмен бірге цехтың мүйісінде тұрған асханадан ауқаттанады. Кешкісін айран сүтін тіске жұмсақ бөлкейін алып үйіне асықпай жиналады. Дәл сол мезетте жұртпен бірге жанталасып дүкенге кірмейді. Ешкіммен иық тіреспейді. Қарбаласқан тіршіліктен бойын аулақ ұстайды.
Баяғы міні көп жүзіне мүсіркей, жиіркене қарайтын сырт көзден қуыстанғандағы түрі. Күн сайынғы томаға тұйық тірлігі осы. Жалғыз басты жанның есігін ешкім қақпайды. Қабырғада сілейіп тұрған телефонға жан баласы қоңырау шалмайды. Шешесінің ауылда қалған бірен-саран ағайыны да Мүгілсімді іздеп жатқан жоқ. Әр қайсысы ала дорбасын арқалап, сүрініп қабынумен жүр. Қашанда көңілінің ермегіне айналған музыкаға Мүгілсім есіктен кіреден қояды. Жүрегінің тыныштығын әннен күйден табады. Сырлы әуенге аңылдап қосылады. Тұңғиыққа тірелген өмірін ән жырмен ұзартады. Өйткені сәби шағынан естіп өскен әуендері жүрегіндегі жазылмас дертке шипа. Сол әуенді тыңдап жатып, түн қойнауына кіреді. Әппақ таңның шұғыласы терезесінен сығалаған сәтте өмірге құштарлығы қайта оянып, жұмысына жиналады. Сыртқа шыққанда оны әдеттегідей ескілеу москвич күтіп тұрады. Оның қорқынышты жүзін жасы егде тартқан көлік жүргізушісі баяғыда көріп қойған. Ол Мүгілсімді мүсіркемейді. Көріксіз келбетінен не нәрсе себеп болғанын сұрап, қазбаламайды. Секемшіл жүрегін тырналамайды. Ер азаматпен танысып көрмеген қартамыс қыздың жеке өміріне де қызықпайды. Өзара келіскен тиын тебенмен жұмысына апарып үйіне әкеліп салады. Бойын жұрттан оқша ұстайтын жұмбақ жанға керегі де осы емес пе? Жаратылысынан дене мүшесінің дұрыс дамымай қалғаны былай тұрсын, жартылай қызыл өңі өзегін өртейді әмәнді. Құрсыншы, ақсаңдаған бұл аяққа да көнейін. Табанымның жерге сәл тимей тұрғанын қысқалығына да қайғырмай-ақ қояйын. Тек мынау шардай дөңгеленген жүзімді, бүлдіріп қойған халымды, меңімді кімнен жасырамын? Әттең, осы қалды пышақпен қырып тастауға болмас пе еді? Бағымды байлап қойған бұл меңнен құтылар күн бола ма жоқ па? Осы қалды талай дәрігерге де көрсеттім. Талай емхананың табалдырығын тоздырдым. Бәрі қолының ұшында тигізбесе деп шығарып салды. Адам баласы бұл фәниге қалай жаратылса, сол қалпында жүре бермек пе? О, Тәңірім-ай, кімге не жазып едім? Талай ақмақтың жүзін айнадай қып, қол аяғын балғадай қып жаратқан табиғаттың маған тас бауыр бола қалуын қарашы деп налиды Мүгілсім. Жиі-жиі күрсінеді. Көз ашқаннан жабысып қалған дәу қызыл қалын тағдырына айбалта шауып тұрғандай көреді. Әппақ жолына қара көмірді құйып тастағандай көреді. Ал Бейісқұл болса, көрші тұлғалы ән мен күй арқылы көкірек көзін ашып сарайын кеңіткен Мүгілсімнің жан арпалысынан мүлдем бейхабар. 43-тегі қызды бір-екі рет сыртынан көріп, оның пісіп жетілмей қалған жіңішке денесіне қызығып, қандай жап-жас, әп-әдемі келіншек деп дәметумен жүр. Мүгілсімнің тұла бойы ыза мен намысқа, кекке толы екенін қайдан білсін? Маңайына еркек атаулыны жұтпақ түгіл сезім жайлы қиялға беріліп көрмеген, өз қайғысы өз қазанында қайнап жатқан жұмбақ жанды кім түсінсін? Өзінен басқа еш пенде түсінбейтін шығар-ау сірәді.